Ұлттық құндылықтар әртүрлі этникалық қауым өкілдерінің тарихи көрінісінің жиынтығы. Аксиологиялық ұғымдар аллеясы көп шоғырланған мекен, әрине мұражай. Біз бүгін өз өңірімізде орналасқан Қызылорда облыстық тарихи өлкетану музейіне келдік. Олай болса, ұлттық құндылықтарымызбен бірге танысайық. Бір ұлтты басқа ұлттан даралайтын оның ұлттық құндылықтары, яғни әдеби мұрасы, әдет-ғұрпы, салт-дәстүрлері. Салт-дәстүр әрбір ұлттың, халықтың діні мен сеніміне, тұрмыс-тіршілігіне, ұлттық құрылым ерекшелігіне сәйкес ғасырлар бойы жинақталып, өмірдің өзі туғызған ғұрыптардың жиынтығы. Баланың шырет дүниеге келуінен бастап салт-дәстүрлеріміз кезеңмен орындалады. Шілдехана, бесік той, тұсаукесер, сүндет той, тағы да басқа салт-дәстүрлер. Салт-дәстүрлердің ел арасында тәлімдік, тәрбиелік, халықтық маңызы зор. Киіз үй мал баққан көшпелі қазақ халқының қысы-жазы отыратын қолайлы әрі төзімді баспанасы. Қыста жылы, жазда салқын болатын бұл баспана тез құралып, тез жинақталады екен. Киіз үйдің негізгі қаңқасын киіз үйдің сүйегі деп атайды. Оған керегесі, уығы, шаңырағы, есігі, яғни сықырлауығын жатқызған. Киіз үйді тігу оңай емес. Алдымен керегені жайып, бір бөлігін бір-бірімен жалғастырып бекітеді. Керегенің әр бөлігін қанат деп атайды. Қанат саны үй көлеміне қарай көбейе береді. Киіз үй 4, 6, 8, 12 қанатты болады. Хан ордасын 30 қанатқа дейін жеткен. Керегені құрып болған соң шаңырақты көтереді. Қазақ халқы шаңырақты кие тұтады. Қазақта киіз үймен байланысты бата тілектер де бар. Жаңадан ота өтелген жастарға шаңырақтарын биік, керегелерін кең, терезелерін тең болсын деген. Ең әдемі киім ұлтыңның киімі деген ол адамдар. Қазақ халқының ұлттық киімдерінің үлгісі де, түрі де ешбір халықтан кем болған жоқ. Олардың көркем үлгілері әлемдік этнографиялық мұражайлар мен көрмелерден орын алған. Міне көріп отырғандарыңыздай, қазақ халқының ұлттық ер адамдарының киіміне назар аударатын болсақ, бөрік, шапан, жейде, аяққап, мәсі болса, әйел адамдардың негізгі киімдеріне кимешек, орамал, көйлек, қамзол және де кебіс болып саналған. Мәдени мұраларымыздың бірі ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа мирас болып келе жатқан қазақтың ұлттық аспаптары. Қазақтың ұлттық аспаптарының өзіне тән үні, орындаушылық дәстүрі бар. Ұлттық аспаптары домбыра, тайтұяқ, сыбызғы, аша домбыра, дауылпаз, қобыз, тоқылдақ, сазсырнай, шаңқобыз, сақпан. Тамыры тереңнен асатын қолданбалы өнердің көрікті де көрнекті саласы ұлттық зергерлік өнер, атадан балаға, ұстаздан шәкіртке ауысып отыратын өнер. Зергерлердің арқасында білезік, жүзік, шашына сыңғырлатып шолпы шашпау таппайтын қыз-келіншектер некен-саяқ кездескен. Ендеше сұлулығына сын келмейтін, бойына мін түсемейтін қазақ аруларының әшекей бұйымдарына көз тартайық. 19 ғасыр мен 20 ғасырдың басында жасалған бұйымдар: үкаяқ, алқалы сырға, қос білезіктер және де жүзіктер. Қазақтың дәстүрлі қару-жарақтары соғысқа негізделген киім-кешектер мен құрал-жабдықтар болған. Көшпелі өмір салты 20 ғасырдың басына дейін сақтап келген қазақ халқында қару-жарақтың өзіндік этникалық сипаты қалыптасқан. Қазақтың дәстүрлі қару-жарақтары ат үстінде соғыс жүргізуге сәйкестендіріліп, жасалған олар шұғыл қимылға ыңғайлы, жеңілдігімен ерекшеленген. Көріп тұрғандарымыз 18 ғасырдың аяғы мен 19 ғасырдың басында жасалған соғысқа арналған киім-кешектер мен қару-жарақтар. Бұл жерде дулыға, сауыт, қалқан, садақ жебелері, найза және де қылыш көрсетілген. Шабуыл қаруларына ер қаруы саналатын 5 қару жатады. Оған қоса қосалқы қарулар қанжар, пышақ, селебе кіреді. Ұлттық ойындар ерте заманнан қалыптасқан дәстүрлі ойын-сауықтардың бір түрі. Ежелден қазақ халқының атадан балаға мұра болып жалғасып келе жатқан ұлттық ойындар бар. Ұлттық ойындар қазақтың ұлттық ерекшелігіне, күнделікті тұрмыс тіршілігіне тығыз байланысып туындап отырды. Ең бастысы, олар адамды жастайынан батылдыққа, ептілікке, тапқырлыққа, күштілікке, төзімділікке, адамгершілік қасиеттерге баулуға бағытталды. 20 ғасырдағы негізгі ойын түрлеріне тоғызқұмалақ, асықтар және де ақсүйек ойындарын жатқызуға болады.